Шақырту 42 жасар ер адам задыхается. Ентігіп жатыр деп берген кеттік. Науқасты қарау барысында боп-боз, бозарған, яғни ентігіп отыр. Кейін болды, не жағдай? Өз сұраққа жауап бере алмайды. Анасының кеп айтуына қарағанда, бір аптадан бері тікішектен қан кетіп жүре берген. Жағдай нашарлаған, әлсіздік басталған, сонымен ентігіп демалу қиындаған кезінде жедел жәрдем бригадасын шақырған. Жарым ай бұрын асқазан жарасы болған, сосын кейін ем алмаған, соңғы уақытта басы ауырғаннан кейін обезболивающий ішіп жүре берген. Нәтижесінде жағдайы осылай күрт нашарлаған. Ректальный тексердік. Ректальный тексеру барысында нәрестің түсі қараден алғаш көмек көрсетілді. Екі жақты катетеризация, оксигенотерапия. Ауруханаға реанимация бөлімшесіне жеткізілді. Гипофолемиялық шок бұл жерде анық. Және асқазан ішек жолдарынан қан кету болып жатыр. Ентігу не себепті болып жатыр? Науқаста гипофолемиялық шок, қан жоғалтып жатыр. Айналымдағы қанның көлемі азайды, ОЦК. Енді аз қанды жалпы оттегімен қамтамасыз ету керек. Организмдегі аз қанды жалпы терең демалып, жалпы оны оттегімен қамтамасыз ету керек болады. Бұл жалпы ағзаның көрсететін компенсаторлы механизмі.